Бүгін Абай атындағы кітапханада саяси ғылымдар докторы, Олбани университетінің саяси зерттеулер орталығының аға ғылыми қызметкері Тоғжан Қасенованың «Атым улаған дала. Қазақстанның бомбадан бас тарту жолы» кітабының қазақ тіліндегі тұсаукесері өтті. Іс-шараға облыстық мәслихат хатшысы Қуаныш Сүлейменов, ақсақалдар кеңесінің мүшелері және жоғарғы оқу орындарының студенттері қатысты. Про себя тоже рассказать, чтобы было более понятно, почему я вдруг решилась за эту тему. Я сама родилась в Алматы. Вот тоже интересно сейчас мне как ученому смотреть все эти разные архивные документы, которые потихонечку начинают выходить и сравнивать. «Атым улаған дала. Қазақстанның бомбадан бас тарту жолы» монографиясы Қазақстанның кеңестік кезеңнен қазіргі күйге дейінгі ядролық тарихымен таныстырады. Кітапта Семей ядролық сынақ полигоны еліміздің бүгініне қалай әсер еткен туралы айтылған. Еске сала кетейік, кітап алғаш рет 2022 жылдың ақпан айында Стэнфорд университет престе жарық көрді. Абай облысында ардагерлер кеңесінің конференциясы өтіп, кеңес құрамы мен төрағасы сайланды. Қазақстан Республикасы ардагерлер ұйымының басшылығы, облыстың 2 қаласы мен 8 ауданынан анықталған делегаттар, мемлекеттік қызмет, ғылым білім, мәдениет пен спорт, әлеуметтік және кәсіпкерлік салада абыройлы қызмет атқарған ардагерлер қатысқан басқосу барысында Абай облысының әкімі Нұрлан Нұрхаев арнайы сөз алып, жиынға қатысушылары халықаралық қарттар күнімен құттықтады. Конференция қорытындысы бойынша 43 адамнан тұратын облыстық ардагерлер кеңесі құрылып, оның төрағалығына Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі, Абай ауданының құрметті азаматы, Семей қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы болып қызмет атқарған Али Мұратқазы сайланды. Жарма ауданы әкімі Жарқынбек Байсабыров аудан орталығының Георгиевка орта мектебі қабырғасында ұстаздық ұлы қызмет айдарымен өткен ұстаздар күніне арналған салтанатты шараға қатысты. Жарқынбек Борашұлы ауданның барша ұстаздар қауымын кәсіби мерекелерімен құттықтап, шәкірт тоздырып, ұрпақ сабақтастығын жалғап отырған ұстаздарға ізгі тілегін білдірді. Сонымен қатар, өңір басшысы саналы тәрбие, сапалы білім беруде еңбегі ерен ұстаздар қауымын облыс әкімі Нұрлан Нұрхаевтың облыстық білім басқармасы мен аудан әкімінің құрмет грамоталарымен марапаттады. Ауданның қоғамдық өміріне атсалысып жүрген мұғалімдерге де құрмет көрсетті. Таудай талабы бар жас өрендердің бүгінгі қадамдары көңіл қуантады. Біз өз кезегімізде оларға барынша жағдай жасайтын боламыз, деді Жарқынбек Байсабыров. Осыдан бірнеше күн бұрын Бородулиха ауданына қарасты Новодворовка ауылдық округінде әкім сайлау өткен болатын. Сайлау нәтижелері бойынша Бородулиха аумақтық сайлау комиссиясының шешіміне сәйкес Новодворовка ауылдық округінің әкімі лауазымына Еркежан Маутқазинова сайланды. Жергілікті тұрғындардың басым көпшілігінің дауысы қорытындысы мен ашық сайлаудың нәтижелері бойынша Еркежан Ерікқызына әкім куәлігін табыстап, жергілікті тұрғындарға таныстырдым. Халықтың әл-ауқаты мен қоғамдық келісім, әлеуметтік экономикалық саяси дамудың берік негізі деп жазды өңір басшысы Ахметқали Нұрғожин өзінің Facebook әлеуметтік желісінде. Еркежан Маутқазинова 10 жылдан астам мемлекеттік қызметте жұмыс атқарған. Ахметқали Нұрғожин тәжірибесі бар жас маманға халықтың үлкен үмітін артып отырғанын айтып, ісіне береке, еңбегіне жеміс тіледі.